Сәлеметсіздер ме? Эфирде не жаңалық айдары. Студияда мен Айзере Жұматай және студия қонағы Әлбек Темірғалиұлы. Әлбек ағай таеквондодан жаттықтырушы. Сәлеметсіз бе, Әлбек ағай? Өзіңізде не жаңалық? Менде жаңалық спорт жайында. Мен өзім бапкер болғандықтан қазір жарыстарға қызу дайындық үстіндеміз. Жарыстарымыз үлкен балдарға болады және кіші топтағы балдарға болады. Бурабай қаласында және Астана қаласында болады. Жаңалық осы бізде. Тамаша. Таеквондо спортымен неше жасыңыздан бастап айналысасыз? Жалпы мен ғаламдық таеквондо федерациясында 8 жасымнан бастап айналысып келем. Қазір 20 жылдай уақыт болды. Осы спортқа 20 жыл уақытым кетті. Спортпен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жалпы өзім бапкер ретінде емес, спортшы ретінде 15 жылдан аса уақыт өтті. Осы таеквондода мен жарыстарға барып, әртүрлі сборлардан өтіп, 15 жыл өтті анық. Ал қалған 5 жылым менің бапкерлік ретінде өз-өзімді қазір көрсетіп жүрмін. Сіз басқа да спорт түрлерімен айналысасыз ба? Жалпы негізі мен шынымды айтсам, тек қана таеквондо спортымен айналысам. Қазір осы 5 жылдықтан бері өзім дайындықты қойғалы, тек бапкер ретінде жүргендіктен өзіме керекті жүгіру, жаңағыдай әртүрлі гру шығару, суға жүзу деген сияқты жеңіл спорт түрлерімен айналысамын. Сіздің таеквондодан марапаттарыңыз бар ма? Жалпы айтатын болсақ, мен өзім 8 жасымнан бастап қатысқандықтан 15 жылым осы спортшы ретінде өткендіктен менің жетістіктерім көп деп ойлаймын. Өзімнің дәрежеме сай қалалық жарыстан бастап үлкен әлем чемпионатына дейін жарысқа қатыстым. Әлбек ағай, сіз спорттың арқасында басқа шетелге шығып көрдіңіз бе? Қандай елдерге бардыңыз? Менің есімде қалғаны 18 жасқа толғалы үлкен жарыстарға барып, үлкен белестерді бағындырып, үлкен мемлекеттерді араладым. Соның ішінде атап айтатын болсақ, Ресей Федерациясы Татарстан мемлекетінде болдым. Ояқта үлкен әлем чемпионаты болып, өкінішке орай ояқта ұтылып қалдық. Бірақ одан кейінгі есімде бар мемлекеттер Африка елінде болдым. Ояқта әлем чемпионатында 3-ші орын қола жүлдегер болдық. Тағы да басқа елдерде болдық. Армения мемлекетінде, Қырғызстан, Россия, Араб әмірлігінде де болдық. Бала кезіңізде кім болуды армандайтынсыз? Жалпы мен бала кезімде тренер болам, немесе спортшы болам деген арманым болған жоқ. Бірақ менің әкем, ағам барлықтары спортқа қабілеті болғандықтан, ол кісілер мені спортқа апарғандықтан мен спортшы болып кеттім. Бірақ спортшы болу арманымда болған емес. Жаттықтырушы болғаныңызға қанша жыл болды? Жаттықтырушы болғаныма бұйырса биыл 10 жыл болады. Мен негізі 5 жылдан бері өзім жарысқа шығуды тоқтаттым, себебі түрлі жарақаттарға байланысты. Қазір тек бапкерлік жұмыспен айналысып жүрмін. Қазір қанша шәкіртіңіз бар? Қанша шәкірт болғанда, әр топта әртүрлі жобалап айтқанда 60-70-дей шәкірттеріміз бар. Ол шәкірттеріміз қазір жақсы, шүкір, үлкен дәрежеде өнер көрсетіп жүр. Халықаралық дәрежелерде де, чемпионатта да, үлкен әлем чемпионатында да жүлделі орын алып жүрген оқушыларым бар. Шәкірт тәрбиелегенде не маңызды деп ойлайсыз? Жалпы шәкірт спортшы спортқа келген уақытта ең алдымен тәртібі маңызды біз үшін. Сосын ары қарай уже шыдамдылық керек бұл спортқа деген.
баланың бойынан сондай қасиеттерді көрсек, біз ойлаймыз енді ары қарай спортшы жалғастырылады, үлкен жетістіктерге дәреже көрсетеді деген ойдамыз. Сіз шәкірттеріңізді еркелетесіз бе, әлде қатасыз ба? Енді шәкірттерді еркелету енді ыңғайына қараймыз. Мүмкіндігінше көп еркелетпеуге тырысамыз, себебі бұл спорт оңай жол емес. Кейде жеңіліс болады, кейде жеңіс болады. Соның барлығына дайын болу керек. Ол спортшыларымызды еркелете берсек, жұмсақ қарасақ, айтады ғой қазақ, жүгенсіз кетеді деп. Асауды жүгенсіз жібермеу керек деген сияқты. Сол сияқты балаларды жастайынан мықты болуға дайындап, жарыстардан да ұтылып қалып жатқан жағдайда да бұл соңғы жарыс емес, алда жарыстар үлкен көп, сондайға дайындап, қысқасын айтқанда, жалпы түрде айтқанда, бұл өмірге дайындау деп ойлаймын. Көп еркелетпейміз, бірақ мықты қатты да емеспіз. Шәкірттеріңіз жарысқа шыққанда оларды қалай жігерлендіресіз? Жалпы шәкірттерімізді бөліп жармаймыз. Өзіміздің қай спортшымыздың өзінің техникасы бар, тәсілі бар. Сол тәсіліне, техникасына қарай, өздерінің қарсыласының техникасына қарай техника қойып беріп отырамыз сол моментте. Және енді барлығымыз жүрегіміз қазақ деп соққасын, ең алдымен оларды, спортшыларымызды намысты бол, намысқа тырысып жұмыс жаса, егер қолыңнан келмей жатса, барынша шыда, соңына дейін төбелес. Солай жігерлендіреміз. Спарринг кезінде сіздің қолданатын техникаларыңыз қандай? Енді ол спортшылар әртүрлі техниканы қолданғандықтан, жаңағыдай спарринг деп айтып жатыр ғой, спаррингке спортшының қарсыласына байланысты техниканы қойып отырамыз. Егер спортшымыз көбіне аяқпен жұмыс жасайтын болса, мүмкіндігінше қолмен жұмыс жасауға, немесе ол спортшы қолмен жұмыс жасаса, мүмкіндігінше аяқпен жұмыс жасауға, ара қашықтықты ұстап жұмыс жасауға дайындап, сол жарыстың алдында солай ескертіп айтып жібереміз. Қазіргі балалар әлеуметтік желіге тәуелді, бұған қалай қарайсыз? Жалпы заманның несі ме екенін білмедім, енді қазір расымен мойындау керек. Қазіргі жас спортшыларымыз болсын, жас оқушыларымыз болсын, кез келген жас буындар телефонға мықты тәуелді. Себебі біздің өзімізде де жаттығу барысына ертерек келген балдардың өзі телефон, ұялы байланысын қолданып отырады. Мен өзім негізі қарсымын. Мейлінше ұялы телефонды керек уақытта және пайдалы нәрселерді көруге жұмсаса екен деймін уақыттарын. Ал ағай, бізде қонақ кәде деген бар. Қандай өнеріңіз бар? Жалпы бұл қонақ кәдеге мен өзім өлең айтып, немесе белгілі бір аспапта өнер көрсете алмаймын. Бірақ та мен өзімнің таеквондо спортында бізде ағаш сындыру, тас сындыру деген тәсілдер бар. Мен соның тәсілді көрсетсем сіздерге. Достар, менің ұстазымның өнерін бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті оқушылар, оқырмандар, қазір біз экатон тасын сындырамыз. Бұл тәсілді үй жағдайында қолданбаңыздар, тек қана бапкерлер мен спорт залдарда қолданғандарыңыз жөн болады. Дайықла. Ағай, аяғыңыз ауырып кеткен жоқ
жоқ па? Бұлай жасаудың техникасы қалай өзі? Жалпы бұл жаңағы экатон тас сындыру бізде өзінің техникасы бар, арнайы тебу тәсілі бар. Бізде таеквондо көбіне Кореядан шыққандықтан корей тілінде айтылады. Жаңағы тепкен әдістің аты тидара йопчеги деп аталады. Енді өзіміз көптеген спорттан 20 жылдан аса уақыт дайындалғандықтан ондай қатты сезілген жоқ, аяқ ауру болған жоқ. Алдағы уақытта жоспарларыңыз қандай? Алдағы уақытта жалпы менің қазір өзімнің спортшыларым арасынан Қазақстанға спорт шеберінің атағын алды. Тағы да спорт шеберінің атағын алатын спортшыларым бар. Сол спортшыларымды өз армандаған мақсаттары бар, деңгейлері бар. Сол арман мақсаттарына жеткізсем деген ойдамын. Барлық спортшыны жеңіске жетелейтін не деп ойлайсыз? Жалпы барлық спортшыны, барлық оқушыны кез келген жастайынан бала спортқа келгеннен кейін жалғыз бапкер ғана емес спортта жүргенде. Бұл оқушыларымызға, спортшыларымызға ата-анасы да, нақтырақ айтсақ, әке-шешелері бапкермен бірге көмектесіп, сол оқушының, баласының үлкен жетістікке жетуіне себепкер болып үлес қосса екен деймін. Менің ойым жалпы спорттағы балдарға деген, ата-аналарға деген ақыл кеңесім сондай. Әлбек ағай, уақыт бөліп студиямызға келгеніңіз үшін рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет, осындай студияға шақырып жатқандарыңызға. Сіздерде де осылай жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер, үлкен белестерді бағындырыңыздар. Ал құрметті көрермендер, осымен Әлбек ағай екеуміздің сұхбатымыз тәмам. Егер сізге біздің сұхбатымыз ұнаса, лүпіл басып пікір жаза кетіңіз. Егер сіз дене жаңалғайдарын қонаға болғыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.